Сәлем достар, Кукабика каналына қош келдіңіздер. Достар, видеоны жай ғана көріп өтіп кетпей, біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытып кетпеңіздер. Өздеріңіздің ұсыныстарыңызды да жаза кетіңіздер. Достар, бүгінгі видеода сіздер декретте отырған блогершаның өмірінің бір күні қалай өтетіндігін көретін боласыздар. Бізде қазір азанғы 8:30, мен таңғы ас дайындайын деп жатырмын. Аслан жаңа ұйқыдан тұрып, әжесімен бірге пішнәй жеп отыр. Аслан. Осыдан 2 сағат бұрын холодильниктің морозильнигін ертіп қойған болатынмын. Бізде холодильниктің морозильнигі осындай ертілетін. Ішіндегі зат. Мына жаққа шығарып қойдым. Ет, фарш, самсаның қамырлары бұл жерде. Қазір морозильниктің ішін болып алып, еттің орнына салып қоятын боламын. Енді біз Аслан екеуміз ойын ойнап отырмыз. Асланның ойыншықтарымен. Деп. Аслан, кел. Ара, пинг-понг ойнаймыз. Асланчиктің сүйікті машинасы тұғын. Бірақ Асланчик ойнап сындырып тастады бір аяғын. Бірақ сонда да ойнайды ғой ана машинамен. Кел, Аслан. Ма. Енді самса жасайын деп жатырмыз. Қазір ужинға мантысын деп жатырмын. Бір жақта шығарып қойдым. Мінекей асқабақ, салат және фарш.
Mantını koyup koydum. Қазір 45 минутта піседі. Манты пісем дегенше Аслан екеуміз далаға прогулка жасап қайтайық дедік. Бағана түсте әдешімен шыққан тұғын. Онда түстен кейін екеуміз шықтық. Түсіне қалың бегім бандам кісі бей бағамын ғой. Дала күшті болып тұр екен, күн шығып тұр. Шамалы салқын жел бар. Асланға ұнап жатыр. Качеляда кәсенген, иә Аслан? Басқа ойнайтын жер таппағандай Аслан аяқ киім қоятын жерге отырып апты. Какай, таста оны, Аслан. Какай. Таста какай. Манты да пісіп жатыр. Мантының бетіне салатын подливте уже дайын болып қалды. Мына жақта шай да қайнап тұр. Қазір енді бегім жұмыстан келсе, барлығымыз бірге отырып, ужин ішеміз. Бегім жұмыстан келді. Қазір енді барлығымыз отырып, ужин ішеміз деп жатырмыз. Тамағымызды ішіп болдық. Мінекей мен ыдыстарды жуып қойдым. Достар, бүгінгі видео ұнаса, лайк басып пікір қалдырыңыздар. Достар, идеяларыңызды, ұсыныстарыңызды да комментарийға жазып қалдырып кетіңіздер. Достар, сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Сау болыңыздар.